Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен бірге жаңа жыл дастарханына арнап жасалынатын, үйде бар қолжетімді заттардан жасалатын, өте дәмді әрі тойымды болатын салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Балапандарыңыз сүйіп жейді, видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең бірінші 3 жұмыртқа керек болады. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып, табамызға болар-болмас майымызды жағып, жұмыртқаларымыздан жұқалап құймақтар құйып аламыз. Қыздар, 3 жұмыртқадан шамамен 7 немесе 8 құймақ шығады. Енді заттарымызды турауға кірісеміз. Құймағымызды орташа пішінде осы видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Келесі кезекте қиярымызды тураймыз. Қиярымызды да видеодағыдай қатты қалың болып кетпес үшін 3-ке немесе 4-ке бөліп, сабанша пішінде тураймыз. Қыздар, келесі кезекте тауықтың төс етін пайдаландым. Тауықтың кез келген етін пайдалануға болады. Майдалап турап, салатымыздың үстінен оны да қосамыз. Келесі кезекте банкадағы горошокты салып, оның үстінен тұзымызды себеміз дәміне қарай, қаймақ немесе майонез салып, жақсылап араластырамыз. Ал қыздар, келіншектер, біздің жаңа жыл дастарханына арналған өте тойымды әрі дәмді салатымыз дайын болды. Қарапайым заттардан өте керемет дәмді сезінгіңіз келсе, міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.